Баршаңызға қайырлы күн достар. Пісіруді қажет етпейтін 5 минутта десерт дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай кукурузный хлопья, сгущенка, грек жаңғағы және шоколад қажет болады. Ең алдымен кукурузный хлопьяның үстіне грек жаңғағын салып араластырамыз. Екеуін жақсылап біріктіреміз. Кейін сотейникке шоколадымызды үгітіп, яғни шоколадымызды бөліктеп саламыз. Үстіне сгущенкамызды қойып, бір отқа шоколадымызды ергенше араластырып аламыз. Міне осындай масса болып шығады. Осы массамызды кукурузный хлопьяның үстіне құямыз. Массаны барлығын бірден құйып жүрмеңіздер, аздан құятып аралассаңыздар болады, дәміне қарай. Біздің десерт дайын. Осымен десертті бірден сізде тәліккеге салсаңыздар болады, қалауынша. Не болмаса мен сияқты осындай кішкентай капсулаға салсаңыздар болады, әсемдік үшін. Бұны салғаннан кейін бұлар біраз 30 минуттан кейін қатып қалады масса, қолға алуға еш жабыспайды. Және де бетін қалауынша әресеңіздер болады. Бетіне ақ шоколад құйсаңыздар болады, не болмаса мен сияқты фисташка ұнтағын осылай бетіне сүйіп шықсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге осы видео ұнаған болса, достар, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.